Бір әйел үйінен шығып бара жатып, өзі кіре берісінде ұзын ақсақалды үш шалды көреді. Әйел оларды танымай, былай деді: мен сіздерді танымаймын, бірақ сіздердің қарындарыңыз аш болар. Өтінемін, үйге кіріп бізбен бірге түскі ас ішіңіздер. Біз үйге бірге кірмейміз, деді олар. Неге екенін білуге болады ма? Ақсақалдардың бірі әрқайсына нұсқай отырып түсіндірді. Оның аты байлық, ал екіншісінің аты жетістік. Менің атым махаббат. Үйіне қайтып бар да жолдасыммен ақылдас. Қайсымызды шақыратындарыңды. Әйел адам үйіне барып, болған жайды күйеуіне айтады. Күйеуі қуанып, былай дейді: қандай жақсы. Байлық шақырайық. Біздің үйімізге кіріп, молшылыққа толтырсын. Әйелі күйеуімен келісетініне сенімсіз болып, қымбаттым мен, бізге неге жетістікті шақырмасқа? Махаббат дұрыс сияқты, деді барлығын естіп жүгіріп кірген қызы. Ойландаршы, үйіміз махаббатқа толса, қандай керемет болады. Қызымыздың айтқанын жасайық, деді күйеуі әйеліне. Шықта, махаббатты біздің қонағымыз болуға шақыр. Әйел шығып, үш ақсақалдан сұрады: сіздердің қайсыларыңыз махаббатсыз? Өтінемін, жүріңіз, біздің қонағымыз болыңыз. Ақсақалдардың біреуі тұрып, үйге беттеді. Қалған екеуі тұрып, оның соңынан ерді. Таңданған әйел жетістік пен байлыққа қарап: мен тек махаббатты шақырдым, сіздер неге еріп келе жатырсыздар? Олар былай деді: егер сіз тек байлықты немесе жетістікті шақырсаңыз, басқалары сыртта қалар еді. Ал сіз махаббатты шақырдыңыз, ол қайда барса, біз соның соңынан ереміз.